Ең алдымен бұл кино туралы айтайық. Давайте мінекей қараңыздар. Суаң, яғни сержанлық қазақша алайық. Бұл жігіт немқұрайлы қарамайды, бірақ жұмысын өте жақсы жасайды, бірақ үйіндегі жалғыз қызына көңіл біле алмайды. Осылайша үйіндегі жалғыз қызына өткендегі туған күніне әкелген сыйлығын қайтадан келеді. Қыз енді мұндай немқұрайлы әкесінен шаршайды. Сонымен ол анасын сағына бастайды. Кез келген адам анасын сағына, дұрыс па? Ол қызы анасын сағына бастаған кезде әкесі оны Пусанға, яғни Пусанға апармақшы болады. Осылайша Кореяның атаманы, Кореяның таубұзары, Кореяның таусоғары да өзінің жүкті әйелімен отырады, және де бейсболшы жігіттерден құралған топта бұл пойызға мінгеседі. Және де әпкелі сіңілі апашкалар да отырады, және де Борекең де отырып алады ғой. Мына қалайша көрмейді мына қызды. Мынау дейтін сүмелекті қалайша көрмей қалды. Осылайша әлгі сүмелек бір қызды тістеп, екі сүмелекке айналады. Одан кейін барлығы осылай басталып қашып кетеді. Сол кезде есік жауып қойған кезде сержан әлгі Кореяның атаманы аш дейді. Сонымен есік жабады, сонымен анаған қарап, зомбиге қарап қорқып тұрып, ана жігітке қарап сержанға жұдырық алады ғой. Кейіннен анау болса звондап алдыңғы есіктен шығуға болмайтынын жақсылап түсініп алады. Осылайша кейіннен олар оң жақтағы есікпен жүрем деген кезде қызы қырсығып тұрмайды, тұрып алады. Ал осы күзетке тапсырған зомбилар қанша дегенмен зомбиға айналып кетеді, күзетші әскерлер. Осылайша сержанның қызына атылып келе жатқан кезде оны атаман құтқарып қалады. Әдеттегідей кия деп бұрырады да, ана құтқарып қалады ғой. Осылайша әйелін алып қашады. Ал ананың зомби тістейін жатқан кезде аузына кітап салады да, ал Борекең болса өзінің жападан жалғыз қалған киімін ананың үстіне жауып кетеді. Енді шапан жапқан сәр зомбиға. Осылайша олар пойызға мінгесіп алады барлығы. Олар өзінің отбасына, балаларына, жақындарына жету үшін кия, парша шығару әдісін қолданады. Осылайша зомбилармен 8-9 вагон арпалысып жүреді. Ал одан кейін әлгі пойыздың бастығы, миллионер адам, оларды жұқтырып алды деп әлгі бұтына жіберейін деп тұрған іштегі қорқынышты сейілмей тұрған адамдарға таратады. Әлі анау адамдар кімге сенеді? Енді ол өздерінің шаруасы. Алайда кейіннен әлгі миллионер оларды құтқармағанның, есікті ашпағанның себебінен атаман әйелін құры деп баласына ат қойып, әйелін арғарай жіберіп, өзі зомбиға таланады. Кейіннен әлгіні ұрып, миллионерлі ұрып, сержан аямай ұрады ғой. Сен есікті ашқанда барлығы бұлай болмас еді, сен неменеге олай иттік істеп кеттің деген кезде әлгі миллионер орнынан тұрып, мынау жұқтырған деп, адамдарды сеңгізеді ғой. Кейіннен есікті жақсылап байлайды, әлгілерді басқа вагонға шығарады да, есікті жақсылап байлап алған кезде анау жерде, анау артында бір апашка отырады ғой. Әлгі апашка есікті аш жеріп, әбден зомбиға талатады барлығын. Әдеттегідей мынау миллионер аман қалады. Осылайша ол өзіне көмектеспекші болған бірінші адамды өлімге итермелеп, өзі тірі қалып қашып кетеді. Осылайша ортада кәлен шеккен біреу түсін шығып кетеді ғой. Сөйтеді да пойыз бадақ қайткізіп тұрып авария болады. Ал одан кейін барып не болады? Пойыз құлайды. Бір вагон олардың қасына келіп құлайды. Ал көзін ашса вагонның астында жатыр. Әлгі жер тесіледі. Одан кейін қашып кетпекші болады. Әлгі Борекең, ойбай, мен ержүрекпін дейді. Ал тістесең мен тісте, мен атаманның шәкіртімін дейді. Атаман сияқты болғысы келеді ғой. Кейіннен зомбилармен әбден арпалысады. Кейін әлгі бейсболшы топ тұрған кезде артынан әлгі бастығы келеді. Кейіннен оны әдеттегі зомбиға береді. Әлгі оңбаған ятсы зомбияның санына тістеп алады ғой. Анау болса еңіреп жылайды ғой, анан сүмелекті, миллионер сүмелекті ұрудың орнына еңіреп жылайды. Мен оны жақсы көретін едім ғой деп.
Осылайша ол зомбилардан қашып бара жатқан кезде әлгі жол серік бар емес па, пойызда дейтін машинист, сол барады. Жүріңіз деп адалдықпен көмектеспекші болғанда, ол өзінің үшінші құрбаны болады. Әлгі миллионер сүмелектің үшінші құрбаны. Осылайша олар соңында келеді. Вагонға мінеді. Миллиондаған зомбиді. Зомбилардың осы кезде бастары қатты істейді. Ойбай, жұмыла жұдырық болайық. Төртеу түгел болса 400 мың зомби болар дегендей пойыз тоқтатып алады ғой. Кейіннен әлгі сержан әлгі пойыздағы зомбилардың аяғынан теуіп парша-паршасын шығарып, құрыңдар дейді. Әйтпесе пойыз дейтін торымызды ұстап жүрмей қалатын еді. Әлгі сүмелек миллионер ішінде отырады. Кейіннен әлгі сүмелек миллионер де зомбиға тістелген болып шықты. Ол ана жігітке қарап батылады. Ей, мына жерде не қолық мынау? Кино қызық болмай қалатын беді. Неге обязательно қолын аузына қойдың ол? Мойнының астынан қойып басын көтеріп жүрсе болатын еді ғой. Осылайша қызына соңғы өсиетін айтып, әлгі атаманның әйеліне пойызды айдауды үйретіп, Пусаннан тоқтап, Пусан жақ қауіпсіз деп, қызымен соңғы рет қоштасады. Қызының әкесінің қадірін өмір бақи білмеген қызы енді әкесінің қадіріне жетіп, жақсылап бір еңіреп алады. Осылайша осы кино осылайша қызық болады. Ол қалайша қызының туылғанын көз алдына өтеді. Кейіннен ол өмір бақи өледі. Ал жалғастырайық. Кейін әлгі атаманның әйелімен кетіп бара жатқан кезде әскерлер ата сал деген бұйрық береді. Яғни олар зомби деп ойлайды. Ал соңғы атаман өте аянышты болған кезде әлгі кішкентай ғана қыз өлең айтады. Әкесінің үйреткен өлеңін айтады. Осылайша видео тәмам. Көп рахмет.